Ашық бюджеттердің интерактивті картасы өңірдің әлеуметтік нысандарын салуға, жөндеуге және ұстауға бөлінген қаражат туралы мәліметтерді көрсетеді. Арнайы бейнефильм өңірдің мемлекеттік мекемелерінің басшыларына көрсетілді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша аймақтық ашық бюджет картасы халықты 260 миллиард теңгеден астам сомаға жүргізілген жұмыстар мен қызметтер туралы хабардар етті. Кездесудің тағы бір мәселесі заңнаманы өзгерту. Шенеуніктер мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның жаңалықтары туралы айтты. С принятием данных законов Бұл заңды қабылдаған соң Қазақстанда жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жаңа кезеңі басталды деп айтса болады. Қазақстанның тарихында бірінші мәрте басшы өзінің қарамағындағы қызметкерлерге жауапкершілігі заң жүзінде бекітілді. Бұл бастама президенттің тікелей тапсырмасымен жүзеге асты. Министр өз орынбасарларына, жауапты хатшысына, аппарат басшысына жауап береді. Облыс әкімі үшін оның орынбасарлары, аппарат басшысы, аудан немесе облыстық маңызы бар қала әкімдері тікелей бағынысты болып табылады. Егер оларға қатысты сыбайлас жемқорлық ісі бойынша айыптау үкімі күшіне енген болса, 10 күнтізбелік күн ішінде басшы отставкаға кетуге тура келеді. в отношении всех других руководителей. Саяси емес А және Б корпусының әкімшілік қызметкерлері болып табылатын басшыларға қатысты, егер олардың қарамағында қызметкерлер заң бұзса, олар да тәртіптік жазаға тартылады. Ел президенті саяси мемлекеттік қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін жауапкершілігін заң жүзінде бекітуді тапсырды. Бұл Қазақстан халқына жолдауында көрініс тапты. Нәтижесінде мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңға өзгерістер енгізілді. Аян Алматұлы, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.